Біздің қолымызда газет, демек студияға Назерке Бұрхан келді. Назерке, газеттер не жайында жазып жатыр? Сенің қолыңда отырған Астана ақшамының 13 қазанда 2 күннен кейін туған күні. Айта кетейін, біліп оқып отыр. Ал Айқынның бүгінгі санында хабар агенттігі көрерменге ұсынғалы отырған Абайдың соңғы күндері фильмі туралы ақпарат беріліпті. Өз арнамдағы жаңалықты газеттен оқып біліп отырғаным қызық болды ғой. Ал қалжыңсыз айтсақ, фильм көрерменнің жүрегіне жетуі тиіс, өйткені түсірілім тобы мойнына ауыр жауапкершілікті арқалады. Ақырғы күндердің бүкіл ғұмырдың дәні боларлық философиясын табу мүмкін болды ма екен? Республика күніне орай көреді екенбіз. Әдеттегідей елдегі әлеуметтік экономикалық мәселелер назардан тыс қалмапты. Жолдың жыры қашан аяқталады деген өзектілігін жоғалтпайтын тақырыпқа бұл жолы негіз болған мына проблема. Ендігі мәселе Жетісу мен Шығыс Қазақстан облысы орталықтары арасындағы тас жолға қатысты. Екі арадағы жолды реттеуге мемлекет қазынасынан бірнеше рет қыруар қаржы бөлінді. Бірақ жеме-жемге келгенде жетпей қалады. 2000 жылдардың басында қарастырылған миллиардтар 20 шақырымнан аспай қалған. Елдегі ауыз су проблемасы да шешілмей жатыр, оған дәлел жетерлік. Оны да бүгін шыққан Айқыннан оқи аласыздар. Жолы болмаған жобалар, үкіметтің сабақ алмаған сәтсіздіктері тағысын тағы өткір мәселені тізіп шығыпты. Ауыз су тек ауылдық жерлерде ғана емес, қалаларда да толық тартылмаған. Мәселен, өнеркәсібі дамыған Қарағандының шеткі аймақтары сумен толықтай жабдықталмаған. Семейде де солай. Қаланың Водный және Восход аудандарының сусыз отырғандарына 30 жыл. Кент тұрғындары тіпті 2019 жылы судың зарын айтып президентке хат жазған. Содан бері 2 жыл өтті, бірақ тұрғындарға тіршілік нәрі әлі жеткен жоқ. Сондай-ақ Шығыс Қазақстан облысындағы 683 елді мекеннің 67-сіне су тартылмаған. Ақмола облысында жалпы саны 14 мың тұрғыны бар 24 ауыл сусыз отыр. Түркістан газетінің соңғы санында экономикамыздың маңызды аспектілерін қозғаған толымды талдау бар екен. Өніміміз шикі болса, өміріміздің сыйқы бола ма деген риторикалық айдар тағылыпты материалға міне бір бетті алып жатыр. Қолданбалы экономиканы зерттеу орталығының директоры Жәнібек Айғазин шикізатқа байланған Нигерияның экономикалық трагедиясын мысалға келтіріп, параллель жүргізіпті. Голланд ауруы естеріңізде шығар, және бұқаралық нарыққа бізді шығармайтын бірнеше себепті көрсетіпті. Экономикалық заңдарға сәйкес тиімділік ауқымға байланысты болады. Неғұрлым көп өнім, соғұрлым үлкен сұраныс көлеміне қарай жасалады. Осы тұрғыдан алғанда біздің экономикамыз Қытайдан 100 есе, Ресейден 8-9 есе кіші. Осыған сәйкес, бұл елдерде өнімнің өзіндік құны біздікінен бірнеше есе аз. Ал егер біз тек өзіміз үшін өндірер болсақ, сәйкесінше аталған елдерге қарағанда өзіндік құн 100 есе жоғары болады. Өйткені экономиканың ауқымы әртүрлі. Баға жағынан осы екі алпауытпен салыстырғанда бәсекеге қабілетсіз боламыз. Отандық өнім неге қымбат деп әуре сарсаңға түсетіндерге берілер жауап осы. Аз халыққа аз тауар шығару тиімсіз. Елдің ішінде қымбат өнім сыртқа қайдан керек болсын. Сондықтан бұқаралық нарыққа шығуға тырысудың да қажеті жоғын айтып, уақыт жоғалтпай басымдық бере бастайтын бірнеше саланы ұсыныпты Жәнібек мырза. Мүмкін орташа және орташадан жоғары сегменттерге, кейбір бірегей өнімдерге, органикалық өнімдерге назар аударуымыз керек шығар. Сонымен қатар, көліктік транзиттік әлеуетімізді пайдалануымыз қажет. Ғылымға, технологиялар мен инновацияларға да мән беру керек. Негізінен бұл да экономика. Ал Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің қаржы және есеп кафедрасының доценті Ғалымжан Керімбек экономиканы дамыту үшін ауыл шаруашылығына көңіл бөліп, шаруаларға деген құрметті арттыру керек депті. Тіпті 10 жыл бұрын осы тақырыпта қорғаған ғылыми жұмысындағы мәселелер әлі де өзекті дейді. 10 жыл экономика үшін қымбатқа түсетін 10 жыл, мүмкін түскен 10 жыл. Есіл өзенінің жаңа тұрғындарын қарсы алыңыздар. Астанадан 1153 шақырым жердегі Күршім ауданынан 100 мың ағамұр, 96 мың тұқы балығы жеткізіліпті. Біз жаққа балыққа, оның шаруашылығына қатысты қызықты мәліметтер Астана ақшамының бүгінгі санында бар. Енді мына мәліметті оқып берейін. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы адам басына шаққанда жылына 16 келіден кем емес балық тұтынуды ұсынса, Қазақстанда бұл көрсеткіш бір адамға 4 келіден келеді. Өз кезегінде Ресейде адам басына 23 келі, Қытайда 45 келі балық тұтынады дейді.
Тақырыптарының әр алуандығы сонша газетте қазақ ұлттық ренессансы туралы қызық, ерекше мақала бар екен. Ренессанстық тұлға деген кім және біздегі ренессанс қандай кезеңдерді қамтиды? Бұл жиі кездеспейтін тақырып, сондықтан оқыңыздар. Тағы бір қозғалған өзекті мәселе ол экологиялық проблемалар. Астана ақшамының бүгінгі санында келтірілген дерек бойынша елордалықтардың 43% қоқысты сұрыптаса, яғни сары, жасыл жәшіктерге бөлсе, 43% бөлмейді екен, ал қалған пайызында оны бөлетін мүмкіндік жоқ екен. Енді таза ауа бізге ғана керек емес, біздің келесі ұрпақтарымызға да керек, сондықтан болашақты да ойлайық. Ал қазір жарнама болашақ үшін.